бұл не? Бұл чашпау деген қазақ қыздарының әшекей бұйымы. Бұны күмістен жасаған және де қымбат әшекейлермен сәндеген болады. Бұны қыздардың әдемілігі үшін, бақыт көзден сақтау үшін, балалық шақты еске алу үшін таққан. Әже, басыма не тағып жатсың? Бұл шекелі құлыным. Келдім, келші, көзім көрерін емес. Қане апа. Әже, қандай әдемі? Кәне қызым, әшекейлерің тағып әдемі болса, енді балабақшаға барайық. Әже, сау болыңыз. Сау бол, құлыным. Апа, келіңіз, кешкі ас дайын болды. Ауқаттанып алайық. Кәне ет асқан екенсің баланым. Әрбір үйге қонақ келгенде қонақжайлық танытып, ет асып, табақ тартады. Табақ тартудың әр түрлі салты бар. Бұл ежелден келе жатқан қазақ халқымыздың дәстүрі болып саналады. Табақ тарту бас табақ, қосалқы табақ, сый табақ, күйеу табақ, келін табақ, жай табақ деп әр түрлі түрмен бөлінеді. Бас табаққа жаңағы қойдың басы, жамбасы, арқасы, сүбе қабырғасы және жылқының қазы артасы жай жасалады. Қос табаққа да сондай екеуі бірдей болады. Сый табаққа жаңағы құда-құдағи қосылмаса да, сыйлы адамдарға, үлкен адамдарға тағы да сондай үлкен тартылады. Күйеу келіндердің сый табағына асықты жілік, төс тартылады. Күйеудің келіннің сыбағасы төс болады. Жай табаққа жаңағы ортанжылық, тоқпанжылық сондай жіліктер тартамыз. Осындай қазақтың салт дәстүрін әрдайым ұмытпауымыз керек. Апа, рахмет, есті сөз есте қалады деген есімде сақтап жүрмін. Айтып берейін қызым, кәне ана домбыраны беріңізші. Қызым, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Домбыраның құрылысын айтып өтсем, екі құлағы болады, екі шегі болады, тиегі болады және түймесі болады. Қызым, саған қазір ерке сылқым деген күйді шертіп берейін.